Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Айдана Істілеуованың «Ана болу» атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Алаңсыз өтіп жатқан балалық шақ. Шынайы күлкімен баурап алатын әсемді үйдегілер, көршілер де жақсы көреді. Әсем өзінің кіші балақайларға қолындағы бар тәттісін беріп, құшақтап, беттерінен сүйе беретін. Кешке үйге кіргенде қонжықтарын құшақтап, тәтті ұйқыға кететін. Үнемі балалармен ойнағанда Әсем, мен мама боламын, сендер менің балаларым боласыңдар деп, өзіне кіші балақайларды өбектеп ойнайтын. Үлкендер бұл қыздың тәтті қылығына сүйсіне қараушы еді. Тұлымшағы желбіреген Әсем сүйкімді сары қыз, өте балажан болды. Әсем үйдегі екінші қыз. Одан кейінгіде бауырлары бар. Әкесі, шешесі жұмыс істейтін, біреуден алда, біреуден артта өмір сүріп жатқан жандар. Өзінен кейінгі бауырларына сондай мейірімділікпен еш уақытта ұрмай өсірген осы Әсем еді. Үлкен әпкелері Әсем сияқты емес, тентектік жасаса сазайларын беретін. Уақыт деген аққан сумен тең екен. Сүйкімді сары қызда бой жетіп келеді. Сабағын өте жақсы оқыған Әсем қалаған мамандығына оқуға түсті. Бала кезден балақайларды жақсы көргендіктен бастауыш мұғалімі мамандығын оқып жатты. Студенттік өмірі де қызық болып жатты. Ара-тұра группаластарымен қыдырып, көңілді кештерді өткізіп жүрді. Қасындағы группалас қыздың ағасы жатақханаға келген сайын Әсемді көретін. Сондай сүйкімді, нәзік қызға ессіз ғашық болды. Есімі Сұлтан еді. Қарындасы қасындағы досынды ертіп шықшы, бірге саябаққа серуендейік деген сөзінен ағасының Әсемді ұнатқанын сезе қойды. Іштей қуанды. Ағасының Әсемді ұнатып қалғанына. Әсемнің жүрегі мейірімге толы, ақкөңіл әрі сұлу еді. Әсем және Сұлтанмен қарындасы саябаққа келіп, қыдырып жүргендей болды. Әсемнің досы қазір келемін деп тайып тұрды. Ондағы ойы ағасы мен досын оңаша қалдыру еді. Әсем мен Сұлтан саябақта қыдырып, бір-бірімен сөйлесіп, дос ретінде араласа бастады. Әсемнің жүрегінде сезім ұшқыны пайда болған. Құрбысы ағасы туралы үнемі айтқандықтан ба, Сұлтанға ғашық бола бастады. Алғашқы сезім, алғашқы махаббат болғасын ерекше еді. Осындай тәтті қиялмен жүрген Әсемге Сұлтан сөз салғанда қыздың бақыттан басы айналды. Өзін әлемдегі ең бақытты жан санап, жүзінен күлкі кетпейтін екі ғашықтың жалындаған махаббаттары лаулап, тіпті отына күйіп үлгерді. Әсем бірінші курсты аяқтағанда Сұлтанды әскерге шақырды. Сол кезде ғашығы бір түнді өткізуді жалына сұраған еді. Онсыз ғашықтықтан күйіп жанған Әсем келсе кеткен болатын. Соны неге апарып соғатынын білсеші. Жастықтың жалыны, құштарлық сезімі нәзік гүлді өз дегеніне көндіріп, қыз күнімен бір сәтте қоштасты. Арада 3 ай уақытта зулап өте шықты. Әсемнің оқудағы жақындап қалған еді. Соңғы кезде мазасы болмай жиі лоқситын болған. Ана жүрегі әлде бір жағдайды сезгендей қызынан айлық белгің қашан келді деп сұрады. Ойында ештеңе жоқ қызы. Соңғы рет мамыр айында келген, одан кейін келмеді. Мына сөзді естіген анасы ашуға булығып, жаның барды айт. Жігітпен болдың ба? Сен жүкті болып қалғансың ғой. Айт деймін саған, айт. Үнсіз егілген қыз ашуға булыққан ана дәрменсіз күйге түсті. Ана жүрегі қызының бұндай масқаралыққа баратынын сезгісі келмеді. Ойы қызғалдағымды біреу еріксіз үзген болу керек. Мүмкін емес, мұндай қадамға бармайды деген ойлар жеп барады. Анасы қаладағы таныс акушермен сөйлесіп, Әсемді ертіп алып тексерілуге барды. Акушерка тест арқылы тексергенде 2 сызық шықты. Еш ойланбастан анасы Әсемге түсік жасайсың, артық сөз айтушы болма, деп қатты айтып тастады. Таныс акушерка қымбат дәрі жазып берген. Сол дәрінің көмегімен бейкүнә періште өмірге келмей жатып, бөлшектене түсіп жатты. Бір апта қиналған Әсемнің жаны қалмай, ешкімге сыр бермей күнәсіз сәбиден де құтылды. Ауылға келгелі Сұлтанмен сөйлесе алмады. Ауылда сеттің нашарлығынан 3 ай телефон өшіп тұрған. Үйдегі үй телефонмен 1-2 рет звондаған еді. Әскерде жүргендіктен телефон ала алмады. Сұлтан кешке звондағанда Әсем үйдегілердің көзінше сөйлесе алмайтын. 3 ай хабарсыз кеткен Әсемді әскерде жүрген Сұлтан бұл қыз мені ұмытқан, басқа жанды тауып алған болар. Ең болмаса бір хабарласар еді. Не телефонын алмайды,
деген жаман ойлар басын шырмап алды. Ғашығын жаман ойға қиғысы келмесе де, әскердегі достары ойын жаман жаққа еріксіз бұзды. Оларға қызымен болған түнін айтқанда, достар сымағы білгіш сынып, «Ой, қоя қой онда. Қыздар бір болғаннан кейін бітті, еркек іздеп, шыдамай басқаның қойнында жатпағанына кім кепіл? Беті ашылса болды ғой, басқа біреу тауып алған, әйтпесе 3 ай хабарсыз кетпейді». Осындай арам ойлармен екі ғашықтың арасын одан әрі суыта түсті. Құдды Әсемнің қасында жүрген жандардай. Қазекем айтпақшы, 10 күнәнің 9-ы тілден дегендей бейкүнә қыздың махаббатына күмән келтірді. Уақыт шіркінде тоқтамай сырғи берді. Әсем оқуын оқып, бар сырын досына айтқанымен, сұлтанның сезімі әлдеқашан суып үлгерген болатын. Тіпті Әсемнің жүкті болып түсік тастағанын естігенде шалқасына түсе жаздады. Мүмкін емес, қалай бір түнде көтере қойдың, а? 3 ай хабарсыз кеткенің тегін емес, басқаның құшағында армансыз болғанын шығарсың. Маған ұялмай керек болмай қалғасын, қайта звондап тұрсын. Енді мазамды алушы болма деп тұтқаны қоя салды. Мына сөзді естіген Әсемнің тамағына ащы өксік тығылып жылай берді. Құрбысына ағасының сөздерін әрең айтқанда, ол да Әсемге қосыла жылады. Ағасына қоңырау соғып Әсемнің жаман нәрсеге бармайтынын айтып, жан құрбысының күнәсіз екенін шырылдап айтып жатыр. Оны тыңдайтын сұлтан ба? Ол қызға жолама, сен ештеңе де білмейсің, бәрін қойып енді саған шыққан ба? Маған ештеңе деме, Әсемнен аулақ бол, деп ашулана қатты айтып тастады. Ағасының осыншалық Әсемге сенбегеніне ренжіді. Сұлтанның қарындасы досының жағдайын өз анасына жеткізген еді. Ойы анасы ортаға түсіп, Әсемді келін етер дегені орындала қоймады. Анасы, сен қыздың есін дұрыс па? Ендігі жетпеген жүкті боп бүлініп қалған жанды келін қылады деп кім айтты? Сен қыз тыныш жүр, аузыңа ие бол. Әсем өзінің сонша алданғанына сезімге еріп, арынан бейкүнә сәбиінен айырылғанына шыдай алар емес. Күнде ойлай сабағы да нашарлап, алға басқан қадамы кері кете берді. Соңы оқудан шығарылып қалды. Басы салбырап, үйдегілердің беттеріне қарауға шамасы да келмей, өз бөлмесіне кіріп, жылап жатып қалды. Анасы түсінгенімен әкесі бұл қызға не болды, деп сұрақ астына алды. Әйелі ебін тауып әйтеуір өзі дайындаған жауабын айтып құтылды. Ендігі ананың ісі қызынан ертерек құтылу болды. Ойы сан жаққа бөлініп, қызына жігіт іздеуге өзі кірісті. Жиындарға барған сайын көзімен қызына жігіт іздеумен болатын. Әрі ойланып, бері ойланып іздегенін де тапты. Я, ол өзінің құда баласы еді. Үлкен қызының жалғыз қайнысы бар. Жасы да Әсеммен құрдас еді. Үлкен қызға айтып, екеуі сырласып, сол қайнысын Әсемге қосуға құштар болды. Есімі Ерден, Әсемге құда бала болып келеді. Негізі Ерден алғаш Әсемді көргенде іште ұнатты. Бірақ құдашасы болғасын, сезімін жасырған болатын. Соңғы кездері жеңгесі Ерденге сіңілісі туралы көп айтатынды шығарған. Басында түсінбеді. Кейін жеңгесі Ерденді ертіп төркінге қыдырып әкелді. Әсемнің анасы Ерденді оңаша шақырып алып, көз жасын көлдете, Әсемді бір жауыз еріксіз зорлады. Менің қызымды сен бақытты қыла аласың. Сен сондай ақылың бар жігітсің, менің қызымды жарын ретінде алшы, деп аяғына жығылды. Қанша жерден ерке болса да Ерденнің жүрегі мейірімге толы болатын. Әсіресе алғаш рет жүрегіне шоқ салған Әсемнің жағдайын естігенде ештеңеге қарамай, мен Әсемді жылатпауға уәде беремін деді. Әсемге бәрібір еді. Анасы не десе соны орындауға дайын. Басқа амалы да жоқ. Не десе де анасының айтқанынан қатпайтынын біледі. Ерден анасына құдашасын келін қылатын айтуға батылы жетпей жүрді. Жалғасы бар. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыздар.